Балалар, фантастикалық әңгіме дегеніміз не? Жақсы балалар, бәріміз қарайықшы. Біз суреттен нені көріп тұрмыз? Не туралы болуы мүмкін? Дұрыс-ақ, бұл адам-балық. Біз өткен сабақта Александр Беляевтің адам-балық әңгімесімен танысқан болатынбыз. Енді әңгіме қалай жалғасу мүмкін? Не болуы мүмкін? Қане ойымыз жалғастырайық. Жақсы балалар, ендеше әңгімемізді толықтыру үшін қазір біздер жалғасын тыңдайық. Адам-балық жалғасы. Екеуміз менің теңіз тұлпарыма мініп серуендер едік қой шіркін. Теңіз тұлпары дейді, ол не пәле тағы? Дельфин, өзім ғой оны үйретіп алған. Дауыл бірде оны жағаға шығарып тастаған екенде, қанатын қатты жаралап алыпты. Мен оны сүйретіп әкеп, суға қайта түсіргем. Ол жүзе алмады. Демек, қорегін тауып жей алмайды деген сөз. Мен оны ұзақ бір ай бойы балық беріп асырадым. Сол уақыттың ішінде ол маған үйреніп қана қоймай, тіпті үйір болып кетті. Біз достасып алдық. Басқа дельфиндер де мені біледі. Ал теңіз бетінде дельфиндермен қосылып асыр салу деген ғажап. Толқындар, шашыранды су, күн, жел, шуыл. Теңіздің түбі тіпті тамаша. Өзіңді көгілдір ауа ішінде жүзіп жүргендей сезінесің. Тып-тыныш, денеңнің салмағына шейін білінбейді. Ол мейлінше еркін, жеп-жеңіл, қалай қимылдасаң да өз еркің. Менің теңізде талай достарым бар. Мен сіздің құстарды жемдейтініңіз тәрізді кішкене шабақтарды жем беріп асыраймын. Ал олар үйір-үйірімен соңымнан қалмай шұбап жүреді. Енді сен маған мынаны айтшы. Сен неге тентектік жасадың? Балықшыларды ренжіттің. Олардың ауларын қиып, қайыққа тиелген балықтарын аударып тастадың. Өйткені олар балықты шектен тыс көп аулады. Жеулеріне жетерліктей ғана алмады. Оларға не? Жер бетіндегі құспенің жетіспегені ме? Шынымен ақ. Олар неге мұхитқа қол сұғады? Мұны саған бірден айтып түсіндіру қиын, деді Кристо, өзі есінеп тұрып. Ұйықтайтын уақыт болды. Байқа, әлгі хауызда жатып жүрме. Әкең ренжір, деді де Кристо кетіп қалды. Ертеңгісіне ерте келсе де, Кристо Ихтиандрды орнынан таба алмады. Тас үйден су болып жатыр екен. Сірә теңізге кеткен болар. Балалар, бұл романда басты кейіпкер үнді баласы Ихтиандрдың тағдыры, қоғамның Ихтиандрге жасалған зұлымдығын көруге болады. Жазушы бұл шығармада адам мен табиғат арасындағы байланысты және су астындағы өмірді шынайы суреттей алған. Ғылыми фантастикалық шығарманың негізінде 1961 жылы фильмге түсірілген. Махаббат пен зұлымдық, достық пен сатқындық көрсетілген кинокартина тез арада танылып үлгерген. Оқушылар, жазушының осы кітабы бойынша түсірілген фильмді көрдіңдер ме? Егер көрсеңдер, оны шығармамен салыстырыңдар. Жақсы балалар, ендеше мәтін бойынша мына 4 тақырыптың біреуін таңдап сурет салайық. Ихтиандрдың бейнесі, дельфинге мінген Ихтиандр, Ихтиандрдың әлемі, Ихтиандрдың ғажайып әлемі, теңіз. Балалар, жазушы қиялындағы адам-балық сендерге ұнай ма? Ихтиандрға қандай тілек айтар едіңдер? Тілегіңді дәптерге жаз. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма оқулықтың 109-110 беттеріндегі Александр Беляевтің адам-балық әңгімесінің жалғасын оқу.